Балалар, өткен сабақта біз Біржан Салдың өмірімен танысқан болатынбыз. Үйге сендерге Біржан Салдың өлеңдерін жақсылап оқып танысып, өлеңдердің шығу тарихын оқып келіңдер деген тапсырма берілген болатын. Ал енді бүгін біз осы керемет ақиық ақын, керемет әнші, Сарыарқаның саңлақ әншісі, ән мен өлеңнен маржан тізген керемет ақиық атақты әнші 19 ғасырдың екінші жартысында өмір сүрген Біржан Салдың керемет шығармашылығымен танысамыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Біржан Сал қазақ ән жырының шам шырағы деп аталады. Сабағымызды бастамас бұрын мен сендерге сұрақ қойғым келіп отыр. Біржан өлеңдерінің ұмытылмай бізге жетуінің себебі неде деп ойлайсыздар? Кім айтады? Тағы, Бауыржан? Оны халық ауыздан ауызға тарады. Өлеңдері ауыздан ауызға тарады. Сондықтан да, тағы? Халық сүйіп тыңдады. Ең бірінші халықтың арасында жүргеннен кейін әндері барлық ауыздан ауызға тарады. Және де музыканың құдіретінде, яғни нота саз өнерінің құдіреті. Яғни не деген сөз ол? Саз өнерінің құдіреті деп отқанымыз айтып ол? Не үшін ұмытылмады? Өлеңдердің бізге ұмытылмай жетуінің себебі ол саз өнерінің құдіреті. Және де олар бізге жаңағы өзінің өзгертілмей жетуіне бір себебін тигізген болады. Тағы да өлеңдері, яғни сөз мәтіні өзгертілмей, дұрыс әуені өзгермей, сол күйінде жету ол музыканың, саз өнерінің құдіреті. Жақсы. Келесі екінші сұрақ. Біржан өлеңдерінің өміршеңдігі не себепті? Осы күнге дейін өмір сүруінің 2-3 ғасыр өтсе де, ары қарай ұрпақ осы Біржан Салдың дәстүрлі әншілердің орындауында ары қарай жас ұрпақ әрдайым тыңдайды. Біржан Салдың керемет өлеңдері. Сол осы өлеңнің өміршеңдігі неде? Ақын әнші мысалы өмірде жоқ, бірақ әні өнері өлген жоқ. Осы өміршеңдігінің себебі неде? Біржан өлеңдерінің өміршеңдігі ең бірінші Біржан ол өзінің заманында болып жатқан ең басты жағдайларды, өмірдегі адам өміріндегі ең басты жағдайларды, әлеуметтік жағдайды. Жақсы, әлеуметтік тұрмыс тіршілікті баяндайды. Тағы айтып, достықты, адалдықты шырқаған Біржан Сал. Махаббат жайлы, яғни өмірдегі ең маңызды дүниелер ол не екен? Жақсылық туралы айтты, дұрыс өлеңдерде. Шыншылдықты жырлады. Әділеттілік пен әділетсіздікті жырлады. Толық айтамыз. Тағы? Не істеді? Әлеуметтік теңсіздікті жырлады. Толық жауап береміз. Тағы? Достық. Әділет отаршылдыққа қарсы екенде жырлады. Өкіметінің отарлау саясатына осы өзінің өлеңдерімен, әндерімен қарсы. Жақсы. Яғни өміршеңдігінің себебі мені түсіндіріп өттік. Яғни өмірдің маңызды деген өмірдегі маңызды дүниелерді жырлап өтті. Халықтың көңілден шығатын, халықтың өмірімен тығыз байланысты дүниелерді жырлаған. Жақсы. Балалар, алдарында бағалау жатыр. Бағалауға назар аударамыз. Бағалау біздің өзіміз бағалаймыз. Көрдіңіздер ме? Бағалауды өзіміз бағалаймыз. Сабақ туралы пікірімізді білдіреміз, сабақтағы жетістіктерімізді, кемшілігімізді және қоятын бағамыз. Жақсы балалар, олай болатын болса, қазір мен топтық тапсырмаға кезек берейік. Топтық тапсырма мына өздерінің оқыған, видео оқыған өлеңдерді тақырыпқа байланысты жинаймыз. Өлеңдердің барлығы. Тоқтық жұмыс. Мына тақырыпқа қатысты өлеңдерін жазамыз. Қандай өлеңдер мына тақырыпқа қатысты?
Бұл Біржан Салдың жамбас сипараны қартайған шағында жастықша несие алып, қартайған шағының көңілсіз
достарын ашу мақсатында шыққан әні келін мен балаға да жақпас болдық, таппайтын адам едім қақпас болдық деп жақындарына бір масыл болғандығын сезінуге болады. Және де бұл әннің науқас жанның ішкі жан дүниесін түсінбей қамауда ұстаған тұсында шыққан ән. Өткен азы, не бар? Жастық шақты? Жастық шақты еске алу аңсау. Жақсы. Біржан Салқынжанның әні ол Азнабайдың господаршысы Пуштабайдың кесірінен туған өлең. Ол жаңағы омбының генерал-губернаторы күткен Жанбота Біржанға өлең жұрттың алдында өлең айтыңызшы деп жалынып жүріп көрінеді. Сол кезде Азнабай ол Біржанды өзінің тіккен үйлеріне келіп өлең айтсын деп өзінің Пуштабайын жібереді. Сол кезде Біржан жаңағы атаққа құмар емес, байлыққа құмар емес, ол өзінің жаңағы өзінің талантын қолдайтын халқының арасында онсыз да құрметке ие болғандықтан оған мұндай байлық қызықтырмайтын. Сондықтан ол Азнабайдың тіккен үйіне барудан бастап жатады. Сонда Пуштабай оның бас тартуынан байланысты Пуштабай оны топ ішінде қамшымен ұрады. Сөйтеді Біржан ол кезде сәл кідіріп тұрады. Келесі үйдегі Жанботаға барып болған жағдайды өлеңмен баяндап береді. Сол кезде Жанбота Біржанға жетер, бас шабылса бөрік ішінде емес пе деп дүрсе қоя береді. Сол кезде Біржан Жанботаға Жанбота осы меді өлген жерім, Көкшетау боқтығына көнген жерім. Кістің бір болыстың бір сабақ бар меді статьяда көрген жерім деп ешкімнен қысылмай осы өлең арқылы жеткізеді. Бұл Жанбота әні Жанботаның өзімшіл дүниеге құмар екенін көрсету үшін шығарылған ән болатын. Жақсы, олай болса кішкене өлеңі үзіндікті. Созады Біржан даусын қоңыр қаздай, басқа мен бір өзіммен жүрмін жазбай. Бас қосқан мәжілісіміз болады деп Жанбота мазамдалдың ала жаздай. Біржанды өзің қойдың еркелетіп, Біржан саладанды ентелетіп. Есерге Поштабайдай көз алдыңда Біржанды қойғаның ба желкелетіп. Бұл жаттау бұл өлеңді. Жақсы, екінші топ. Біржан Сал деген өлеңі ол өз туралы айтылған. Баласы қожа ұлдың Біржан Салның адамға зияны жоқ жүрген жанның байлыққа мансап бала құмар емен өзім сал, өзім сылқым кімде зармын жастым бар жерім ата жасырмаймын басымнан дұшпан сөзін асырмаймын басымнан дұшпан сөзі асып кетсе сен түгіл басқаға да басылмаймын. Біржан Сал бұл өлеңде өз
туралы және де ол қожағудың баласы екенін мен жамандыққа қарсымын, ешқашан жаман емес, тек әділдікті қолдайтынын айтып отыр. Жамандық болса мен ханға да басылмаймын деп айтып. Хан ба? Патшаға да басылмаймын дейді. Яғни қанша жасында жазылған өлең? 20 жасында. Жақсы, жарайды, отыра ғой. Келесі. Ақтентек. Қызы едің ақтентектің шыға мақпал, әр жерде сабырлерді тәңірім сақтар. Көңілім бір-бірінен болса асыл, ауылын сұлу қыздың жігіт жақтар. Қызы едің ақтентектің ажаратын, ешкімнен кейін емес салтанатын. Алыстан ат өксітіп келіп едім, жүрмісін аман есен перизатым. Ақтентек әнінің шығу тарихы да Біржанның сал-серілік мінезіне сай келеді. Ақтентек байдың ажар атты қозын ұнатқан Біржан сал оған арнап ән шығарады. Әннің табиғатында нәзік сезімде, сыпайылықта және де қыз келбетіне қызығушылықта бар. Бір қызығы өлеңнің аты ажар емес, әкесінің атымен аталып кеткен. Яғни қыздың аты ажардың атымен емес, әкесінің атымен аталған екен. Жақсы, тағы да. Ақсекеш. Бірақ сатып міндім елу беске, болмайды шапсаң дағы қара кешке. Бозбала бекер сал болып неге керек, салып қал шын сал болсаң Ақсекешке. Бәйгеден озып келген атталайын, ер жігіт сынамай ма бақталайын. Жиылып үлкен кіші отырғанда толқытып Ақсекешке ән салайын. Бұл өзінің атына қайда жүрсе де, сұлу қызды іздесе де, ауылына барса да атын айтпай кетпеген. Жүйрік жорғаны жігіттік өмірге дархан далаға теңеген. Жақсы, астындағы жүйрік атын әнге қосқан. Жақсы, жарайды, тағы да. Қандай өлең бар? Мен Біржан салдың мәті дәулен деген өлеңін жаттап сөйледім. Мәті дәулен. Ар жақта кереуақ мәті дәулен, сайланған жігіттікке бұл бір дәулен. Ішінде осыншама парман артық, жаратқан Құдай бір жалғыз дәулен. Жақсы, жарайды. Келесі, үшінші. Айта бұл бауыржан. Біржан сал айтпай соғарына шағанымен қайтпай деген. Атымын қастырады сауырына, қостырды салып келем бауырына. Қолынан шай құйдырып ішейін деп келеміз айтпай сұлу ауылына. Мамекен айтпай десіп күлімдейді, сұр жорға астындағы сүрінбейді. Аққудай аспандағы жүз құбылтып сал Біржан ән салуға ерінбейді. Баяғыда қазақ халқында ол қыз баладан кейін ұл бала туылмаса, қыз баланың есімін ырымдап ұл баланың есімін қойған болған. Сол айтпай сұлуға да сөйтіп ұл баланың есімін қойған. Ал бұл өлеңнің шығу тарихына келетін болсақ, бұның деректері көп болса, кейбір деректерде бұл айтпай сұлу ғашық болып, үйленіп, бала сағалып болған. Ал екінші бір деректерде бұл үйленбеген, тек ғашық болып, үйлене алмай қоса алмай кеткен. Мен ойымша екінші дерек дұрыс сияқты. Себебі одан кейін, ол өлеңнен кейін де ол ғашығым деген өлеңдерді шығарды. Айтпайдың өзі кейін осы Біржан салды көрген кезде шіркін Біржан менің атымды бүкіл халыққа елге жайып біттім ғой деп айтуы да бар екен, айтпайды ма? Айтпай қыздың. Яғни бұл қыздың есімі екен, айтпай деген. Жақсы. Рәйлімшіра. Еңбегінде жасы етін жаңа талап. Біреу Ташкент барғанда алдырымен қырмызы қызылшылы түркес қана. Рәйлімшіра. Асыл тасым, Көлбай Жанбай бірге өскен замандасың. Келген жоқ өткен пері жерден жатын, шідерімді ұлағын қарындасың. Рәйлімшіра өлеңнің шығу тарихына келетін болсақ, деректе шығу тарихына келетін болсақ, Біржан сал Ақбалық деген ауылдан келе жатып, Көлбай Жанбай деген екі кісінің ауылына келіп тоқтайды. Көлбай Жанбай Біржанмен жас жағына шамалас, малды жанды өзінің менмендігімен, паңдығымен, адам менсінбейтінмен жаңағы елде аттары қалған ағаларында екі бар кісі болады. Олар Біржанның сол кезде аты жер жарып атақты болған кісі болатын. Біржанның ауылға келгенін біле тұра, Біржанмен амандаспай үйлеріне кіріп кетеді. Мұны байқаған Біржан сол ауылдың шетіндегі бір құраштау үйге келіп тоқтайды. Үй иелері Біржанды күтіп алып барынша күтеді. Біржан тамақ ішіп болғаннан кейін домбырасын алып, қолына домбырасын алып,
ән сала бастайды. Оның дауысы барлық ауылға жетіп, барлық адамдар тыныш сол үйдің қасына келіп тыңдайды. Көлбай Жанбай өздері де сол біржан асығып жатқан жерге бармай, үйіндегі қарындасы Ләйлімді де әйел бала-шағасына жібермей қояды. Сосын ертесі күні Біржанның аты сол жолдасының үйіне құдық жаққа байлап қойған болатын. Атын көрген жолдасы барып келеді. Бірақ жолдас келгенде атының шідері жоқ болады. Сосын Біржан жайлап шідерді іздеуге шығады. Сөйтіп құдық жақтан бір әсем басып су алып келе жатқан бір қызды көреді де, сіз менің шідерімді көрмедіңіз бе деп сұрайды. Ол қыз жаңағы Көлбай Жанбайдың қарындастары Ләйлім Шырақ болады. Қарындасы Ләйлім Шырақ болады. Ләйлім Шырақ, жоқ, мен сіздің шідеріңізді көрген жоқпын дейді. Сол кезде Ләйлім Шыраққа, Ләйлім Шырақ, мен өзімдей жас елдің жанына талап, біреу Ташкент барғанда алдымен қырмызы қызыл жібек 4-5 қадақ. Ләйлім Шырақ, келген жоқ, көптен бері жерден шайтан шідерімді ұрлаған қарындасын деп Ләйлім Шыраққа солай тесіп сөз айтып тұрады. Сол кезде Ләйлім Шырақтың ағалары Көлбай Жанбайдан келіп қалады. Сол тұрған жерге барлық ауылдың адамдары жиналып қалады. Көлбай Жанбай ауылына жаман аты болмасын, қарындасым ұрлықшы деп айтып тұр, ұрлады деп айтып тұр, сол жаман ат қалмасын деп Біржан Салдас үйіне барынша самауыр қайнатып, қазан қайнатып, үйіне қонақ етеді. Ең соңында барлығы жақсы аяқталып, Көлбай Жанбай да риза, Біржан Салда, Ләйлім Шырақ та риза болып. Яғни ұрланған шідері жайлы айтылмайды ол жерде. Жақсы тағы. Көлбай Жанбай дегенде Көлбай Жанбай шідерімді кім алды қыздар алмай. Шідерімнің бағасы атымен тең, ақырында қоймаймын сенен алмай. Сен Көлбай шідерімді қылмазорлық, шідерсіз ат тұрмайды ода болдық. Ат көліксіз қаланбай, шідерім жоқ, ақырында қоймаймын сенен алмай. Өзі жалғыз, өзі сау, күрең төбел, жексем арба, білсем күштірі жедер. Сатпаймын да бермеймін еш адамға, қоға ұлсаң басқаннан шідерді бер. Жақсы, рахмет. Күжанат Талсыбайбайға арнап шығарған өлеңдердің бірі Орғашым. Дариға дүниеге келдім деп бір жаманның соңын ердім. Сен алмай сенімдерге достап алмай, екенін өмір фәни енді білдім. Ғашығым асылым қайғыңмен ай жасыдым. Ғашығым тағат сабыр ете алмаған, мұратқа көп ізденіп жете алмаған. Қайырса қара қарға қазалмайды, жібекті жүн қылады күте алмаған. Жақсы, мен осы ғашығым Ләйлім Шырақ ән